Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, достарыңызбен бөлісіп, видеоларыма лайк басып отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай тұрақты өзінің клиенттері бар. Көптеген клиенттерім қатты ұнатып жейтін торттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен безесін дайындап аламыз. Безені дайындау үшін жұмыртқаның ағын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын білген кезде өте мұқият болу керек. Бір тамшы да сары кетпеу керек. Енді осылай ақуызымызды миксерлеп бастаймыз. Сәл көпіріп бастаған кезде кішкене тұз саламыз да, сәл көпіріп бастаған кезде қантымызды аз-аздан сала отырып ақуызымызды соға береміз. Қою массы меренгі болғанға дейін соғатын боламыз миксермен. Меренгіміз біздің тап осындай қою болған сәтте біз миксерлеуді тоқтатамыз. Және де үстіне қант ұнтағын және жүгері крахмалын салып, астынан үстіне қарай басып алмай жаймен араластырамыз. Бір келкі масса болғанша осылай араластырып аламыз. Осылай дайын болған меренгімізді кондитерлік мүшекке салып аламыз. Және де осындай 22-лік диаметрге мен есептеп айналдырып дөңгелек қылып ортасын дөңгелетіп тұрып айналдырып салып шығамын. Егер сіздерде мұндай форма болмаса, 22 диаметрді карандашпен сызып алып, бір ыдыс тарелкамен немен сызып алып, сосын сол сызықтың ішіне салып тегістеп шықсаңыздар да болады. Міне осылай қазір бәрін жан-жағын тегістеп, дөңгелек формада мен меренгімді жасайтын боламын. Міне осылай жан-жақтарын бәрін тегістеп жіберемін. Осындай меренгі шығады. 90 градуста 90 минут кептіретін боламыз. Енді қазір бисквитімізді дайындап бастаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын екіге айырып алып, және де тағы да бөлек 3 жұмыртқаның сарысын аламыз. Жұмыртқаның ағына мүлде бір тамшы да сары кетпеу керек. Ыдысымыз құрғақ, меренгі соғатын ыдысымыз құрғақ болу керек миксердің. Міне осылай жұмыртқаның сарысын тағы 3 сарысын алдық. Ағын бөлек ыдысқа салып тастаймыз. Бұл қазір бұл тортқа керек емес. Енді жұмыртқаның ағына сәл ғана тұз салып жайлап миксерлеп бастаймыз. Енді бұл жерде меренгіміз көпіре бастаған кезде қантымызды аз-аздан сала отырып, қою меренгі болғанша соға береміз. Әзір меренгіміз соғылып атқан кезде жаңа жұмыртқамыздың сары уызына біз 4 тас қасық кәдімгідей үйдің температурасындағы суды құйып, оны жақсылап араластырып қоямыз. Және де ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырып дайындап қоямыз. Міне меренгіміз қоп-қою массаға айналды. Енді алып, осы меренгінің үстіне жаңа сары уызымызды құямыз. Және де басып алмай, астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Басып алмау керек, астынан үстіне қарай жаймен араластырып алып, бір келкі массаға айналғаннан кейін қайтадан ұнымызды саламыз. 2 бөліп саламыз ұнымызды. Бірден бәрін салып жібермеңіздер. Енді осында астынан үстіне қарай айналдырып аламыз. Енді қазір 22 диаметрлік формаға осы шыққан бисквиттің қамырын құйып, духовкада 160 градуста 35 минут пісіріп аласыздар. Духовканың шамасына қарай піседі. Біреулерде 40 минут, 45 минут пісуі мүмкін. Бірақ бисквит өте көтеріліп, керемет болып піседі. Міне осындай биіктікте көтерілді. Бисквитім пісіп шықты. Мен сәл суығаннан кейін ғана формадан осылай шығарып алдым. Енді мына жерде менің жаңа безем бар, дайындап қойған. Беземде тортымда дайын. Енді қазір сары май сгущенкіден крем соғатын боламын. Оған дейін кремді соғуға қойып қойдым. Енді оған дейінгі аралықта бисквитімді мен 4 бөлікке бөліп аламын. Бұл бисквит өте керемет шығатын бисквиттің бірі. Және осы тортымды жинау үшін осындай формамды пайдаландым. Енді міндетті түрде мен пропитка жасаймын. Бұл жерде менде сүт пен сгущенка. Сіздер тек сүттің өзімен жасасаңыздар да болады. Осылай бәріне пропитка жасап алып, жеңілдеп қана пропитка жасаңыздар. Және де кремді осылай салып жағып шығасыздар. Видеода көрсетілгендей тортты осылай жинайсыздар. Бисквитті пропитка жасау маңызды, себебі құрғақ болып кетеді. Және де кремді де өте көп салмай, шамамен ғана салып, 3-4 қасықтан әрбір слойға кетеді. Және грек жаңғақтан өздеріңіз қалауыңыздарша саласыздар. Салмасаңыздар да болады мүлде.
Бұл торт енді кезінде менен осындай бизнесі бар торт жегіміз келеді, біздің жастық шағымызда көп жеп едік қойды. Бір клиенттерім сұраған соң мен өзімнің құрастырып шығарғаным. Енді осылай піскен жаңа беземізді де 22 диаметрмен жан жақтағы артықтарын кесіп алып тастаймын. Тортымның құрамымен бірдей қылып, қалған жан жағындағыларын қазір торттың жан жағын жасау үшін бізге керек болады. Міне осылай форма енді кремді жағып, тағы да грек жаңғағын салып, тортымды жинауды жалғастыра беремін. Бұл торт енді керемет болып шығады, шайменен керемет кететін тәтті торт болады. Жасап көріңіздер, көптеген жақсы пайда түсіруге болатын торт. Мен әлде клиенттерім, тұрақты өзінің клиенттері бар. Торт көп адамдар сұрайды, көп адамдарға ұнайды бұл торт деген. Жасап сатып көріңіздер, жақсы пайда табуға болатын торт. Осылай бетін бастапқы кескен кезде алып тастасаңыздар да болады. Мен осылай соңынан алдым. Бетіндегі кішкене тегісте осылай алып жіберіп, жаңа безенің жан жағындағы кескендердің бәрін қосып, грек жаңағынан қалса да салып жіберіп, осылай араластырып, уақыттап дайындап қоясыздар. Енді қалған креммен торттың бетін және жан жағын жайлап қаптап шығамыз. Кремді тегістеп жағып болғаннан кейін жан-жағына ұнтақтарымен жан жағын түгел жабыстырып шықтық. Сонымен тортымыз дайын болып қалды. Енді жаңа мен бетіне пісірген беземізді қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша кез келген нәрсемен сәндеуге болады. Безе қою міндетті емес. Енді қазір мен 1 сағаттан кейін холодильникке қойып, тортымды сіздер үшін кесіп көрсетіп жатырмын. Жалпысында түнге пісіріп холодильникке салып тастасаңыздар өте сіңеді. Қазірдің өзінде менде сіңіп тұр тортым.